أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті мұхтарам жамаат. Алла тағала баршамыздың да осы Алтынсарин Әлжан ауылының мешітіне басып келген қадамдарыңызды сауаптан жазсын. Оқып отқан жұма намаздарымызды Алла тағала қабыл етсін. Бүгінгі енді айтылатын уағызымыздың тақырыбы мұсылман алдындағы ақысы жөнінде болмақ. Баршаңызды білесіздер, жалпы кез келген мұсылман бір-біріне бауыр болып табылады. Оның жаңағындай әкесі бөлек болсын, шешесі бөлек болсын, қаны бөлек болсын, жалпы ешқандай бір туысқандық байланыс болмаса да, бірақ Аллах субханаху ва тағаланың алдында кез келген момын мұсылман бір-біріне мынау діндес бауыр болып табылады. Сол себепте бұл бауырмашылдық негізі тіпті мынау туысқандық бауырмашылдықтан да не істейді? Артық болатын жерлері де жоқ емес, бар. Оны қазір біз түсіндіре жатармыз. Ең бірінші осы мұсылман адам бір-біріне бауыр болғаннан кейін әлбетте көп жағдайда қоғамда бірге өмір сүрген уақытта бір-біріне жәрдемдесу, көмектесу, қарайласу, қандай да бір жаңағындай бір-біріне пайда келтіру, жаңағындай зиян бермеу секілді осындай бір ұғымдардың аясында ғұмыр кешуге тырысу керек. Осыған байланысты мәселен Аллах субхана ва тағала Хашр сүресінің 10 аятында бізге былай деп баян етеді: Астағфируллах, Раббана ғфир лана ва ли ихванина аллазина сабақуна бил иман дейді. Тіпті осы аятта қарап отырсақ, Аллах тағала не істейді? Момын мұсылмандар бұл дүниеден қайтыс болып кеткен бауырларымыз бар ғой. Бұл дүниеден арғы дүниеге өтіп кеткен, қайтыс болған. Тіпті солардың өзіне де не істеу керек? Жаңағындай бауырмашылдық, жаңағындай іс-әрекеттерді жасауды тоқтатпау керек. Осы аят соның айғағы. Өйткені бұл аятта Алла тағала дейді, бізге осы бауырларымызға қалай дұға жасау керектігін үйретіп отыр да. Раббана дейді, Раббымыз дейді. Игфир лана, бізді кешір деп жатыр да бұл аятта. Я Раббым Аллах тағала, бізді кешір және бауырларымызды кешір. Аллазина сабақуна бил иман дейді. Яғни бізден алдын иманмен осы дүниеден өткен. Сол үшін де осы жерде де бір маңызды нәрсе бар. Бұны біз қайта не істейміз? Қайталап айтамыз. Не үшін иманмен өткен? Не үшін иманмен өткен? Өйткені кейде байқайсыздар ғой, мынау жаңағындай біздің интернет сайттарда бір кісілер қайтыс болып жатады ғой. Соның мұсылман емесіне қарамастан не істеп жатады адамдар? Дұға етіп жатады. Алла рахмын алсын, Алла жұмақ нәсіп етсін, Алла кешірімін алсын деген секілді. Иман байлығын берсін деген секілді осындай сөздерді естіп жатады, айтып жатады. Асылында бұл жерде не? Бұндай сөзді айтардан алдын абай болу керек. Неге? Өйткені мына қайтыс болып жатқан адам бар ғой. Қайтыс болған адам. Сол міндетті түрде бұндай дұғалар жасалу үшін ол мұсылман болып қайтқан болу керек. Түсінікті ғой? Яғни иман келтірген момын мұсылман болып қайтқан болу керек. Сол кезде ғана осындай дұғалар жасауға болады. Өйткені мынау аятта соны естіп жатыр. Раббымыз бізді кешір және бізден алдын иманмен өмір сүріп қайтыс болған бауырларымызды кешір деп жатыр Алла тағала. Иманмен деп жатыр. Осы иманмен деген сөзді қосып жатқандағы мақсат сол. Кезінде білесіздер ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің немере ағасы, жаңағы әкесінің ағасы, інісі ғой, енді інісі жаңағы Абу Талибқа да жан ашып не істейді? Иман келтірші деп сұрайды ғой. Бірақ ол иман келтірмей қайтыс болады. Дегенмен бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған не істейді? Дұға жасауды жалғастырады. Кейін арнайы не түседі? Аят түседі. Сол аятта Алла тағала түсіндіреді пайғамбарымызға, жалпы момын мұсылмандарға: сендер өздеріңнің жақсы көретін адамдарыңды тура жолға не істей алмайсыңдар? Алып келтіре алмайсыңдар. Өйткені тура жолға бастау ол кімнің ісі? Алланың. Түсінікті ғой? Біз жай ғана не істеуіміз мүмкін? Оларға насихат айтуымыз мүмкін, жанашып оларды жаңағындай шақыруымыз мүмкін. Бірақ ол сол шақыруға жауап бере ме? Біздің насихатымызды түсіне ме, түсінбей ме? Ол не? Бір Алла ғана білетін нәрсе. Түсінікті ғой?
Сол үшін де осы жерде біз мән беретін нәрсе осы. Яғни момын мұсылмандардың ішінен қайтыс болған кісілерге ғана осындай дұғаларды жасау қажеттілігін Аллах Тағала бізге үйретіп жатыр. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا дейді. Сол сияқты әрі сондай иман келтіргендер үшін жүрегімізде бір кірбіңдік қалдырма дейді. Көрдіңіз, Алла Тағаланың несі, бізге бұйырып жатқан нәрсесі, тіпті сол қайтыс болған адамдар бар ғой, солар жайлы бір жаман ой біздің жүрегімізде қалмасыншы деп жатыр да. Біздер қазақта айтады ғой, бір кісілер жайлы айтады ғой, қайтқан кісілер, қара жер хабар бермесін, бұлай істейтін, бүйтетін, сөйтетін деп әңгіме айтады ғой. Негізінде асылында қайтқан кісілер жайлы жақсы сөз сөйлеу керек, жаман сөз не істемеу керек, айтпау керек, мейлінше. Осыған тырысу керек. Сол үшін де не істеп жатыр? Мына жерде соны байқатып әдейі айтып жатыр. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Сол әрі сонда иман келтіргендер үшін жүрегімізде бір кірбіңдік қалдырма дейді, соларға байланысты. Жүрегімізде оларға байланысты бір жек көрушілік, бір қатыгездік, бір жаман бір ой, сондай біздің көңілімізде болмасыншы деп жатыр. Раббана иннака рауфур рахим. Расында шүбәсіз сен тым жұмсақ, ерекше, мейірімдісің деп айтып жатыр. Міне осы дұғадан қарайтын болсақ, осы дұғадан ақ түсінікті, момын мұсылман адам тек қана тірі момын мұсылманға ғана жанашу керек емес, тіпті қайтқан кісінің оған да жанашырлықпен өзінің дұғаларында ол кісілерді істемеу керек, қалдырмау керек. Сол себепті кейбір имамдарды кейде байқайсыздар, ақсақалдарды бұл дұға жасаған кезде не істейді? Бұл дүниеден ла илаха иллалла Мұхаммадур Расулулла деп иман келтіріп қайтыс болған және іздеусіз қалған. Көрдің ба? Кімнің тарапынан? Жақындарының, туыстарының тарапынан іздеусіз қалған. Дұғаға мұқтаж болған. Өйткені бәрінің бірдей ұрпақтары не болмайды? Салихалы бола бермейді. Бәрінің бірдей ұрпақтары өзінің қайтқан кісілеріне не істей бермейді? Дұға жасай бермейді, Құран бағыштай бермейді. Сол себепті осы дұғаны істейді, білетін кісілер көп жағдайда осыны әрдайым Құран оқыған сайын айтып отырады. Бұл дүниеден ла илаха иллалла деп иман келтіріп қайтыс болған, артынан іздеусіз қалған, дұғаға мұқтаж болған барша мархум. Мархум деген сөз иманмен қайтыс болған ерге айтылады. Мархума деген иманмен қайтыс болған әйел кісіге айтылады. Мархум, мархумаларға не істейміз? Бағыштаймыз деп айтады. Орыстарға ол мархум деп айтылмайды. Өйткені рахым деген сөзден шығады ғой. Яғни Алланың мейіріміне бөленген. Өйткені сіз бұл дүниеден иманмен өтіп қайтыс болсаңыз, сіз уже Алланың мейіріміне бөленген адамсыз. Түсіндіңіз бе? Бұл дүниеден мұсылман болып қайтыс болу, бұл үлкен мәртебе негізі, үлкен дәреже. Бұл дәрежеге жетпейтін қаншама адамдар бар. Өмірде де болып жатыр. Сол себепті де осыны істеу керек, ұмытпау керек. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жаңағы мұсылманның бір-біріне жасау керек болатын ақылары жайлы. Хаққул муслим алал муслим хамсун дейді. Яғни мұсылманның мұсылманға жасау керек болған 5 ақысы бар дейді. Яғни міндеті ғой былайша айтқан кезде. Бірінші қандай десе радду сәлем. Яғни момын мұсылман адам біреу сізге ассаламу алейкум деп сәлем берсе, сіз не істейсіз? Ва алейкум ассалам деп жауап беруге сізге міндет болады. Түсіндіңіз ғой? Бұлай айтпасаңыз, міндетті түрде сізге сәлем берген кісінің көңілінде сіз жайлы не қалады? Дұрыс емес көзқарас кетеді. Мен мынаған сәлем бердім, мен сәлемді алған жоқ. Ренжиді. Түсіндіңіз ғой? Сол себепті осындай, көрдіңіз бе, бұл жерде не үшін айтып отыр бұны? Яғни Аллах Тағала үшін, біздің жаратушы Раббымыз үшін кез келген адамның, момын мұсылманның көңілі өте қымбат. Көрдіңіз бе, әрбір момын мұсылманның көңілі, сол көңілі қалмасын, сол ренжімесін деп Алла Тағала не істеп жатыр? Екінші мұсылманға осы ескертуді айтып жатыр бір-бірімізге. Бір-бірлерінің көңілдерін қалдырмаңдар деп. Өйткені шын мәнінде не істейді? Біз осы сәлемдесу мәселесінде адамдар көп ренжісіп жатады. Жай ғана осы сәлемдесу мәселесінде көп адамдар не істеп жатады? Ренжісіп жатады. Көбісі не дейсен не? Андай қызметке тұрғаннан кейін танымай қалғансың ба? Өсіп кеткенсің ба?
көрдіңіз бе, осындай сөздер айта бастайды, көрдіңіз бе. Ана көзің көз емес, шел болып кеткен бе, көрдіңіз бе, осындай ауыр сөздер айта бастайды, сәлем қайтарылмаса. Сол себепті де мінекей ең бірінші біздің міндетіміз момын мұсылманға сәлем беріп, сол сәлемді қайтару. Яғни ауырып жатқан кісілер бар ғой, соларға не істеу, зиярат жасап, солардың хал жағдайларын білу. Бұл да былайша айтқан кезде бір маңызсыз дүние секілді көрінеді, бірақ ауырған адам біледі. Адам ауырады ғой, сол кезде түсінеді. Біреу келіп хал жағдайын сұрамаса, ол адамның несі, көңілі одан сайын түсіп кетеді. Сонда мен бұл дүниеде ешкімге керегі жоқ екен ғой деген сияқты ойға кетеді. Түсінесіз бе? Ал тіпті анандай қоғамда белсенді жұмыс жасап жүрген кісілер болады ғой, анаған да мынаған да көмектесіп, ондай кісілер бұдан да бетер. Бұлар демек маған осы қызмет үшін ғана мен қасымда жүрген ғой. Түсінесіз бе? Менен бір пайда көру үшін ғана жүрген ғой деген секілді сондай нәрселерге, ондай ойларға кетіп қалады. Түсінікті? Сол себепті де кейбір кісілерде не істейді, жаңағыдай ауырған кезде бірден жаңағыдай пессимист дейді ғой. Андай ойлар кетіп қалады. Мен біттім енді. Мына ауру келді, осы аурудан енді өлем, қайтыс болам, енді жазылмайым, біттім, құрыдым деген сияқты осындай көңілі кетіп қалады. Міне сондай адамдар не істеу керек? Керісінше несін көтеру керек? Көңілін. Өйткені иммунитет көтеру үшін адамның көңілі не болу керек? Көңілі көтеріңкі болу керек. Өйткені біз қаншама адамдарды білеміз, сондай бір дерттерге душар болады. Анау дерттен негізі көп жағдайда адамдар не істемейді? Аман қалмайды. Бірақ олар не істеп жатады? Аяққа тұрып, жазылып, емделіп кетіп жатады. Неден? Сол адамдардың бір-біріне деген несінен, осы көңілдерінен. Сол себепті ауырған адамдарға зиярат ету, бұл да мұсылманның бір-біріне жасау керек болған несі? Міндеттері. Одан кейін ижабату дауа, яғни адам болғаннан кейін бір-бірімізбен араласып жүрген кезде не істейміз? Міндетті түрде бір-бірімізді қонаққа шақырамыз. Сол қонаққа шақырған кезде не істеу? Жауап беру. Яғни бару. Сізді шақырды ма? Медет сізді шақырып жатырмын қонаққа десе, не істеу керек? Болды, жақсы. Келем де бару керек. Ва ташмидул атиси. Ташмидул атис деп жатқан жаңағы түшкіреміз ғой біз. Сол түшкірген кезде не істеу? Ақсақал? Алхамдулилля деп жауап беру. Ол айтып жатса? Одан кейін не дейсіз? Не айтады, кім біледі оны? Ярхамукумулла дей ма? Ярхамукумулла дей ма? Міне осындай сияқты дұғаларды естіп отыру, айтып отыру. Басқа бір риуаятта, мына жерде бұл хадисте 5 деп келді ғой, басқа риуаятта 6 деп келген. Қандай десе, иза лақитаху фасаллим алейхи, жаңағы кездесіп қалсаң сәлем беру, ва иза даака фаджибху, егер сені қонаққа шақырса, қонаққа шақыруыңа жауап беріп баруың, ва иза истансахака фансахху дейді. Көрдіңіз, бұл жерде тағы да бір қосымша қосылып жатыр. Егер сізден бір бауырыңыз келіп кеңес сұраса, ақыл сұраса, сол дұрыс кеңесті, ақылды не істеу? Ерінбей, жалқауланбай, сосын қалай жаңағындай? Ана кісінің көңіліне қарап, жағымпазданбай, дұрыстап, ашығын қалай дұрыс, солай не істеу? Айту. Түсінікті ғой? Осыған нәрсеге мән беру. Вайза атаса фахамидаллаху фасамитху. Сол сияқты жаңағындай түшкірген кезде оған дұға ету, егер ауырып қалса зиярат ету, ал егер қайтыс болып кетсе, онда не істейсіз? Жаназа намазына қатысып, жуындырасыз ба, жаңағы жерлеуіне не істеу? Осы сияқты іс-әрекеттерге қатысу. Түсінікті ғой? Міне осы сияқты міндеттер. Сол үшін де қазір мысалы шын мәнінде бізде бір адам қайтыс болып жатса не істейді? Көп адамдар жиналып жатады ғой. Мұсылман адам қайтыс болды деп.
Сол жиналып жатқан себебі сол біздің бабаларымыздың бұрыннан істеп келе жатыр. Осы мәселені біздің бойымызға сіңдіріп жібергендігі. Соның арқасында не істеп келе жатырмық? Осы дәстүрді, осы сүннетті, осы дініміздің міндетін атқарып келе жатырмыз. Енді қазақ халқыда соның ішінде жаңа біріншісіне әрқайсысына жеке-жеке тоқталсақ, сәлем беру мәселесіне. Біз жаңа жай ғана сәлем беру деп айттық қой, бірақ сәлемге байланысты несі бар, өзінің әдептері бар, өзінің жаңағындай айтылу керек жолдары бар. Сол үшін де қазір байқасаңыздар, біздің өзімізде де мынау сәлем береміз ғой. Сәлем берген кезде кейбіреулер дұрыс сәлем бермейтін кісілер бар. Мысалы келеді да, мысалы еркексен дейді, сәлеметсіз бе дейді. Көрдіңіз бе? Сосын жаңа не істейді? Осылай айту керек деп сізбен не істеуі мүмкін, тіпті сөзге келуі мүмкін. Сізбен жаңағындай сөз таластыруы мүмкін. Енді қараңыз, біздің бабаларымыз шынымен бұрын солай амандасқан ба, жоқ па? Тіпті солай не істейді, сізбен дауласады кәдімгі. Біздің қазақтар тіпті не шықты, тәңіршілер. Армысыз деп. Біздің қазақ осылай амандасқанда. Соны бірақ сақсақалмай айтқан ғой. Менің арымда неше рет. Сол сияқты көрдіңіз, расында ол не? Ар мәселесі, бірақ ол амандасудың тәсілі олай болмаған. Міне бұл жерде не істеп жатыр? Қазақ халқы айтады, сәлем сөздің анасы дейді. Бұл енді ассаламу алейкумнан келіп тұр ғой. Сәлем сөздің анасы дейді. Бұдан кейін не? Жоғарыда айтылған екі хадисте де не? Имам Бухари риуаятында сәлем берсе қайтару деді. Имам Муслимде келген риуаятта егер кездестірсең сәлем бер деп айтты. Бір риуаятта не істеді? Сәлем берсе қайтару, екіншісінде кездесіп қалсаң сәлем беру. Яғни бұл жерде нені түсінеміз? Кейбір кісілер болады, кездеседі ғой. Кездескен кезде сәлемді күтіп отыратындар болады. Кім бірінші береді деп. Ереке, сен бірінші, сен жасың кіші ғой деген секілді. Мен шамал болса да, бір ай болса да сенің жасың үлкен ғой. Неге сәлем бермейсің? Сосын оған ренжитіндер де бар тіпті. Міне сондай кісілер не істеу керек, түсіну керек. Негізі сәлемді бірінші беру не болады? Сауаптырақ болады. Яғни сауапқа таласқан секілді ғой. Ол жерде мына нәрсе жоқ. Сен бер, мен бер деген нәрсе. Сол себепті осыған не? Бұған да мән беру керек. Мен жаңа айтайын деп жатқан нәрсе мінекей бұқар жырау, Бұқар жырауды мысалы білмейтін қазақ жоқ шығар енді. Сол кісінің өлең шумағында келеді, дейді, сәлем сөздің анасы дейді. Қараңыз, әлейк алған данасы дейді. Енді қараңыз, сәлеметсіз бе деп амандасқан болсақ, және оған жауап ретінде сәлеметсіз бе деп жауап беретін болсақ, әлейк деген сөз қайдан шықты Бұқар жырауда? Дейді? Әлейк деген сөз қайдан шықты? Ва алейкум ассаламнан шығып тұр ғой. Яғни біздің қазақ бұрыннан қалай не істеген? Ассаламу алейкум деп жауап берсеңіз, бірінші сәлем берген, оған жауап ретінде не деп айтқан? Әлейк деген секілді, ва алейкум ассалам деп жауап берген. Сол ва алейкум ассалам деп жауап берген адамды Бұқар жырау бабамыз не деп жатыр? Данасы дейді. Өйткені сәлем беру сүннет болса, жауап беру не болады? Уәжіп болады, міндет болады. Сол себепті жауап берген адам тіпті не істейді? Даналық танытады дейді. Яғни өзінің міндетін не істейді? Міндет деп білгендіктен соны орындайды. Түсініп отырсыз ба? Сол үшін не істеп жатыр? Сол адамды әлек алған данасы деп, ол адамға даналық сипатын беріп отыр. Сол себепті де қазақ халқының ассаламу алейкум деп сәлемдесіп, ва алейкум ассалам деп сәлемге жауап бергендігі айқын, анық нәрсе. Түсінікті ғой? Осы нәрсені не істеп жүріңіздер? Біліп жүріңіздер. Әйтпесе қазір адамның ақылын адастыратын, алжастыратын неше түрлі әңгімелер айтыла береді. Сол себепті не? Құдайға шүкір әйтеуір осы кісілердің бізге бабаларымыздың ауызша сөзбе-сөз жеткен, жазбаша жеткен кітаптары, еңбектері, өлең шумақтары, жазған жырлар, дастан, барлығы не? Әйтеуір бар. Сол жерлерді оқып көп нәрсені істеуге болады, анықтап алуға болады. Сол себепті мына сәлеметсіз бе деген нәрсе бұл кейіннен не істелген? Біздің дінімізден шамалы айырған шақтарда пайда болған дүниелер. Яғни бұл қазақтар мұсылман болмаған, сол мұсылман болмағаннан кейін мұсылман не істейді? Мұсылманшылық сәлем беру тәсілдерін істеуге тырысқан, ұмыттыруға тырысқан. Түсінікті ғой? Сол себепті
барынша не істеу керек. Сосын мынау сәлемдесу бұл жаңағы ер, әйел деген нәрсеге бөлінбейді. Түсінесіз ба? Өйткені бұл сәлемнің несі, мағынасы не? Алланың есімі. Мысалы қараңыз, қазақша айтқан кезде Алланың саған сәлемі болсын дейді. Бұның женский мен мужской родтың болуының қандай не парқы бар? Сізге осы нәрсені әйел келіп айтса, Алланың сәлемі сізге болсын деп әйел айтсын, Алланың сәлемі болсын деп сізге ер азамат айтсын. Оның қандай айырмашылығы бар? Жоқ қой ешқандай парқы. Бұл де кәдімгі бір-бірімізге не тілеп жатырық біз? Ізгі дұға тілегімізді тілеп жатырық. Ва алейкум ассалам деген сізге де Алланың сәлемі болсын деген жауап. Осыны ер азамат жауап берсін, әйел адам ва алейкум ассалам деп жауап берсін. Бұның қандай айырмашылығы бар? Ешқандай да айырмашылығы жоқ. Бұл дұға. Мысалы біз намазда Фатиха сүресін оқимыз ғой. Бар ма онда ерлер ғана Фатиха сүресін оқиды, әйелдер басқа сүре оқиды деген нәрсе жоқ қой. Әйелдер де не істейді? Әйелдер де сол намазда сол Фатиха сүресін оқиды. Сол намаздағы бүкіл дұғалар, қандай дұғалар бар, соны ер азамат та оқиды, әйелдер де соны істейді, оқиды. Бірақ айырмашылық неде бар? Ерлер дауыстап көбінесе, әйелдер қалай? Іштей. Сол себепті әйел адамдарға ассаламу алейкум деп ер азамат сәлем беріп жатса, олар не істейді? Ва алейкум ассалам деп іштей басын изеп жауап береді. Түсінікті ғой? Сол себепті бізде мынау әйелдердің көп бірінші болып жаңағындай әл сәлемдесуі не болып есептеледі? Әдепсіздік болып есептеледі ер азаматтарға. Олар көбінесе не істейді? Ассаламу алейкум деп ақырын дауыспен айтады. Танитын кісілерін көрген кезде. Сол кезде сіз не істейсіз? Ва алейкум ассалам деп жауап бересіз. Олар жаңағындай бізде ерлер секілді дауысты көтеріп олай айтпайды. Сол себепті де бұл нәрсе не болған? Әйелдердің тарапынан былайша айтқан кезде айтылмаған дүние сияқты болып қалыптасқан. Түсіндіңіз бе? Асылында олар сәлемді қайтарады да, сәлемді береді, бірақ қалай? Ерлер секілді. Біз болса қалай? Алыстан келгенде ассаламу алейкум деп естіп көреміз ғой біз. Бәрі естиді. Әйелдер олай емес. Түсіндіңіз бе? Олар өз араларында дауыстап айта берулеріне болады бір-біріне. Бірақ ер кісілерге қатысты осындай нелер бар, әдептері бар. Сол себепті осында не істемеу керек? Ұмытпауымыз керек. Құранда да Алла Тағала не істейді? 86 сүреде айтады, 86 аятында Ниса сүресінің. Ва иза хуитум би тахиятин фахую би ахсани минха ва руддуха дейді. Егер сендерге бір кісілер сәлем берсе, оларға сол сәлемді қайтарыңдар, болмаса одан да артығымен қайтарыңдар дейді. Яғни ассаламу алейкум деп айтса, ва алейкум ассалам деп жауап беруге болады, немесе ва алейкум ассалам ва рахматулла деп жауап беруге болады, немесе ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух деп қосып, жалғастырып жауап беруге де болады. Түсінікті ғой? Өйткені бұның әр қайсысына не бар? Жекеленген не бар? Сауап жазылатындығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде айтып өтеді. Яғни бір хадисте келеді, ассаламу алейкум дегенге ва алейкум ассалам деп жауап берсе, 10 сауап, ва алейкум ассалам ва рахматулла десе, тағы 20 сауап, ва рахматулладан кейін ва баракатухты қосса, 30 сауап деп айтқан пайғамбарымыздың нелері бар? Хадистері бар. Сол үшін де осында не ұмытпау керек. Сол сияқты мынау жамағатпен көпшілікке, мысалы кейде бір жеке адам келеді көпшілікке. Мысалы біз осылай отырмыз ғой, көпшілік болып. Ан жақтан бір жеке адам келеді. Сол кезде сол көпшілікке кім береді сәлемді? Бір адам, екі адам береді. Жаңа жеке адам келген адам осы көпшілікке сәлем береді. Біздің ішімізден біреу жауап берсе оған, біздің атымыздан не істеп болған болады? Жауап берілген болады. Біз не істеп кетеміз? Бір-біріміздің қолымызды алып, жаңағы не істеп кете береміз ғой қайта-қайта. Бұны енді істеген кезде кейде не істейміз біз? Ренжімесінші деп істейміз кейде. Көңілін алып қалады деп, ренжіп қалады деп, амандаспады, қолын алмады деп. Өйткені ол жерде кейбірлер қатты таныс адамдар болады ғой. Түсініңіз? Соларды бір басқалармен бірдей не істеп қалсаң, көңілін алатындар да болады шын. Сол үшін не істеп керек? Бірақ бұларды ақындап не істеу керек? Бұл әдептерді жөндеу керек, дұрыстау керек. Қалыпқа келтіру керек. Өйткені не істейді? Кейбіреулер отырады ғой. Мен қолым жуып қойып едім деп. Сен әлі қолың жуған жоқсың деген секілді. Біз асқа отырып қойдық. Сіз әлі асқа отырған жоқсыз деген секілді. Осындай нәрселер де бар. Бұның кері несі бар? Кері де әсерлері бар. Сол үшін осы әдептерді де есімізде сақтау керек. Мысалы, көліктің үстінде кетіп бара жатқан жаяу жүргенге не істейді? Сәлем береді. Жаяу кетіп бара жатқан отырғанға сәлем береді.
Көрдіңіз осылай. Бұның барлық тәртіптерін дініміз не істеп қойған? Үйретіп, көрсетіп қойған. Баяғыдан кедей қалмаса. Ондай да бар ма екен? Көрдіңіз бе? Бастыға білмесін, қол астында. Пайғамбар хадисінде бұған байланысты дейді: "Уаллази нафси биядихи ла тадхулул жанна хатта ту'мину" дейді. Былайша айтқан кезде, жаным Алланың құзырында болған Алламен ант етейін дейді. Сендер жұмаққа кірмейсіңдер дейді, иман келтірмейінше дейді. Көрдіңіз, иман келтірмейінше жұмаққа кірмейсіңдер. Уала ту'мину хатта тахаббу дейді. Сол сияқты бір-бірлеріңізді Алла разылығы үшін жақсы көрмейінше иман келтірген болмайсыздар деп жатыр. Көрдіңіз, иман келтірмесеңіз жұмаққа кірмейсіз. Бір-бірлеріңізді Алла разылығы үшін жақсы көрмесеңіздер, толық иман келтірген бола алмайсыздар. Ауала адуллукум ала шайин иза фаалтумуху тахаббабтум дейді. Ал енді сендерге сондай бір нәрсені айтайын ба дейді. Сендердің араларыңа сондай махаббатты, сүйіспеншілікті, бір-біріңе деген құрметті ұялататын дейді. Соны сыйлайтын бір нәрсені айтайын ба дейді. Сол кезде айтады: "Афшу салам байнакум" дейді. Өзара бір-бірлеріңе не істеңдер? Сәлемді жайыңдар дейді. Басқа бір риуаятта келеді: "Сәлем беріңдер кімге? Білетінге де, білмейтінге де." Яғни танитынға да, танымайтынға да. Бұның мысалын мынау қажылыққа барған кісілер біледі. Ол жерде мысалы сенің нәсілің қара болсын, сары болсын, қызыл болсын, қандай болсын қарамайды. Сен Қазақстаннан келдің ба, Пәкістаннан келдің ба, арабсың ба, басқасың ба, сені көрді ме не істей береді? Ассаламу алейкум деп амандаса береді. Өкінішке орай бізде не болып бара жатыр? Бізде қазір мысалы көшеде кетіп бара жатсаң, мен мысалы ақсақалды танымасам не істеп кетуім мүмкін? Жай өте салуым мүмкін. Нөшті ақсақал деген секілді. Түсінікті ғой? Бірақ бұл дұрыс емес. Бұл дінімізге қайшы нәрсе. Мұсылман ба не істеу керек? Ассаламу алейкум деп танисың ба, танымайсың ба сәлем беру керек. Ар жағы енді ол жауап бере ме, бермейме, ол кісінің мәселесі ғой. Бірақ біз бір-бірімізге не істеуіміз керек? Осы нәрсені жаю керек, амандасу керек. Түсіндіңіз ғой? Жаңа біздің стереотип дейді ғой, жаңағындай. Соны қозғау керек, соны өзгерту керек. Яғни танитынға ғана сәлем беруді қою керек. Танымайтынға да сәлем беруге көшу керек. Соны да есімізде сақтау керек. Қарап отырсақ көрдіңіз, бір сәлемнің өзінде не істеп жатыр? Тұнып тұрған дүние жатыр. Мысалы, міне Бауыржан бабамыздың айтқан сөзі бар. Бауыржан Момышұлы бабамыздың айтқан сөзі бар. Бір жерге барғанда дейді, сөзді сәлеммен бастамау әдепсіздік дейді. Көрдіңіз, бір жерге барған кезде сөзді сәлеммен бастамай сөйлеу әдепсіздік дейді. Қалтаңда 10 диплом болғанымен дейді, көрдіңіз бе? 10 диплом болғанымен сәлем парызын білмесең, біліп тұрып оны өтемесең, жолын жасамасаң, нағыз мәдениетсіз адамсың дейді. Мәдениеттілік адамның рухани өрісімен өлшенеді дейді. Көрдіңіз бе? Яғни рухани өлшем ол немен болады? Немен болады? Дінмен болады. Біздің рух бар ғой, рух жан азығы деп айтамыз ғой. Ол жан азығы ол немен болады? Діни мәселелермен болады. Ол материалдық дүние, өйткені рух ол материалдық зат емес ол. Түсіндіңіз бе? Рух деген нәрсе ол бір тылсым. Ерекше бір не? Алланың жаратылысы. Бізге беймәлім. Сол үшін де оның азығы не болады? Ол дін. Сол үшін де мына Бауыржан бабамыз айтқан нәрсесі рухани өрісімен өлшенеді деп жатқан сол. Сәлем беру ізеттіліктің, кісіліктің баспалдағы дейді. Көрдіңіз бе? Ол керемет болып кеткен деген сөз емес. Бұл баспалдақ, бастамасы. Арғатай да басқа істейтін нәрселер бар. Сәлем беру сөз бастаудың беташары. Сәлем беру танысып білісудің, достасудың дәнекері дейді. Міне қарап отырсақ, біздің бабаларымыз осы сәлем беруге қаншалықты көңіл бөлген, қаншалықты маңызды екендігін осылайша сөзбен айтып жеткізген. Сол сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде келеді: "Юсаллиму ракибу алал маши вал маши алал қаиди вал қалилу алал касир." Жаңа айтқан сөзіміз ғой. Яғни жаңа көлікте мініп жүрген адам жаяу жүргіншіге, жаяу жүргінші отырғанға,
аз адам көп адамға не істейді? Сәлем беретіндігін айтып жатыр. Қазақ халқында да сол еді, әдепті елдің баласы алыстан не істейді? Сәлем береді дейді. Түсінікті ғой? Осы нәрселерге не істеу керек? Көңіл бөліп жүруіміз керек. Екінші нәрсе, адамның бір-бірімізге жаңағындай міндетті болған жасалуы. Ол сырқаттанса, жаңа айттық біз, жағдайын біліп, халін сұрау. Бұған байланысты пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар. Ма мин муслимин яуду муслиман гудватан илля салла алейхи саб'уна альфа маликин хатта юсмия ва ин адаху ашиятан илля салла алейхи саб'уна альфа маликин хатта юсбиха ва кана лаху харифун фил джанна. Енді біз жаңа айттық қысқаша ғана, ауырған адамға барып зиярат ету деп. Осыны айтқан кезде біз ойлаймыз, мен қазір оған барып зиярат етсем, пайда оған деп ойлаймыз да, сол кісіге. Соның көңілін көтереміз, сол несі жаңағы әйтеуір соның көңілін қараймыз деген секілді. Жоқ, олай емес. Мынау хадисте пайғамбарымыз айтып жатыр, жаңағы барған адам бар ғой, соған қатысты айтып отыр. Қандай да бір момын мұсылман дейді, екінші бір мұсылманға дейді, таңертең дейді, барса дейді, хал жағдайын сұрау үшін, таңертең барса дейді. Илля салла алейхи саб'уна альфа маликин дейді. Қараңызшы, 70 мың періште оған не істейді? Салават айтады дейді. Дұға етеді дейді. Кімге? Жаңағы бара жатқан адамға. Ойлаңызшы, сіз мысалы бір ауырып жатқан адамға барасыз ғой зиярат етіп, сізге 70 мың періште не істейді? Дұға жасайды. Сіз үшін. Мынау пенденді Аллахым жарылқа, кешірім ал, өзіңнің ізгілерін қатарына қос деген секілді түрлі дұғалар жаттайды. Қашанға шейін дейді? Хатта юсмия, көрдіңіз бе? Кеш батқанша. Сіз таңертең бардыңыз ғой. Анау кеш батқанша жаңағы 70 мың періште сізге не істей береді? Жаңағы дұғаны жасай береді. Біз кейде айтамыз ғой, анау мысалы жұма күні бізге өте көп обращениялар болады жаңағындай. Біздің анау операция істейін деп жатыр еді, инсульт алып қалып еді, андай бір ауруға душар болып қалып еді, соған дұға етіп жүресіз бе дейді. Сіз ойлаңыз, сіз үшін періште дұға етіп жатыр. Біз жай өзіңіз секілді пендеміз, адамбыз ғой, күнәһармыз. Әйтеуір жамағаттың, көпшіліктің әмин дегені қабыл ғой деп не істейміз? Үміт бар деп дұға еткіземіз ғой. Ал бірақ бұл жерде қараңыз, сіз бір кісіні зиярат етуменен сізге 70 мың періште деген жаратылыс қандай жаратылыс ол? Алланың құрметті жаратылысы. Олар ешқандай күнә жасамайды, олар таза, пәк. Олар ешқашан Аллаға қарсы келмейді. Сондай жаратылыстың сіз үшін дұға жасауы не болады? Қабыл деген сөз, түсіндіңіз бе? Алла ол дұғаларға не істейді? Міндетті түрде жауабын береді, ізгілікпен, жақсылықпен. Сол үшін осы нәрселерді істемеу керек, ұмытпау керек. Қараңыз, сіз таңертең бардыңыз, кешке жаңағы періштелер дұға етіп жатыр. Вайн адаху ашиятан дейді. Егер сіз кешке барсаңыз зиярат етіп, ол кезде не істейді? Илля салла алейхи саб'уна альфа маликин. Сол 70 мың періште не істейді? Хатта юсбих. Таң атқанша солай дұға етеді дейді сізге. Сол себепті осы ойды ұмыту керек. Яғни біз зиярат ету барған кезде пайда тек қана ана кісіге ғана емес, демек пайда бізге де болады, барғанға да. Осыны ұмытпау керек. Сосын не дейді? Ва кана лаху харифун фил джанна. Сосын оған не? Жұмақтан жемістер даярланады дейді. Ойлаңыз. Бір зиярат етудің қаншама не болып тұр? Ізгіліктерді Алла Тағала бере салуға дайын тұр. Бұл не? Жаңағы адамның көңілінің соншалықты Аллах Тағалаға өте маңызды екендігін көрсетеді. Одан кейін үшінші нәрсе, шақырған болса шақыруына жауап беру. Бұған байланысты пайғамбарымыздың мынандай бір ескертпе хадисі бар. Шару таами таамул валимати юд'a лаха ал-агния ва ютракул фуқара. Дайындалған дастарханның тамағының ең жаманы дейді, қараңыз. Дастархан жаясыз, неше түрлі жеміс, бәрін дайындайсыз. Бірақ сол дастархан, Құдай сақтасын, жаман болуы мүмкін. Ең жек көрінішті дастархан болуы мүмкін. Соны айтып отыр пайғамбарымыз. Шару таамил тааму дейді, көрдіңіз. Ең жаман дастархан тамақ дейді. Кімнің тамағы? Бір кісі өзін жаңағындай ас беріп, сол асқа тек қана байларды ғана шақырса дейді. Кедейлерді шақырмаса дейді. Осы дастарханда жайылған ас ең жаман ас деп отыр пайғамбарымыз.
қаншама не істейсің жаңағындай әуреленіп базарға барып қаншама ақша ғой жұмсалған әрбір жемістерге, кәмпит, анау мынау неше түрлі нәрселерге. Ол арзан дүниелер емес қой. Соны байғұс болып жасайсың, бірақ егер сол жерде тек қана байлар ғана отырса, белсенділер, жаңағыдай зиялы қауымдар деп айтамыз көбінесе. Солар ғана отыратын болса, Құдай сақтасын, кедейлер ол дастарханда болмаса, ол ең жаман дастархан деп жатыр. Сол сияқты шақырылған жерге бармай қою, сол Аллаға және пайғамбарға қарсы келумен бірдей. Көрдіңіз бе? Шақырған жерге бармай қою, сол не? Аллаға және оның елшісіне қарсы келумен бірдей дейді. Саллаллаху алейхи уассалам. Енді әлбетте шақырған жерге байланысты нелер бар? Шарттар бар. Ол жерге жайылатын дастарханға байланысты. Егер адал болса, түсіндіңіз бе? Арам болса, жаңағында айта алмайсыз. Мен Аллаға қарсы келіп жатырмын, пайғамбарға қарсы келіп жатырмын, сонда да барам деген сияқты. Олай болмайды. Осы жерде мына нәрсені айтып кету керек. Бұл жерде отырған көбісі үтір уәжіп намазын оқиды ғой. Иә? Үтір уәжіп намазында қандай дұға бар? Құнут дұғасы. Сол мағынасын кім біледі? Кім сол мағынасын қарап шықты? Сол құнут дұғасында бір сөз бар. Я Раббым Алла, біз күнә жасайтын, жаңа пасық дейді ғой, күнә жасайтын кісілерге не істемейміз? Солардан алыс боламыз. Соларға қосылмаймыз. Солардан бөлек боламыз деп дұға етеді. Сондай сөз бар соның ішінде. Енді қараңыз, арақ жаңағындай құйылып жатқан дастарханда бірге отырып, кешке барып, намазыңызда үтір намазын жаңағы дұғаны жасап жатсаңыз. Я Раббым, жаңа жерде басталған кезде қалай? Қалай басталады үтірдің жаңа құнут дұғасы? Алла Тағала не істейді? Біраз нәрселер айтады ол жерде. Алла Тағала сенен жәрдем сұраймыз, әрбір құлшылыққа, ғибадатқа, сенен кешірім сұраймыз деп басталады. Саған иман келтірдік деп айтылады. Соның ішінде жаңағындай сөзі бар. Сенің алдында күнә жасап жүрген кісілерге біз не? Олардан алыс болуды нәсіп ет бізге. Оларға жақындамауды. Өзің барып манағына не істеп кеттің? Дастархандас болып отырып кеттік солармен. Көрдіңіз бе? Қандай нәрсе? Яғни сол үшін біз намаздарда не оқып жүрміз, соның мағынасын біліп жүру керек. Көп кісілер айтады ғой, мен намаз оқимын, намазымнан әсер алмаймын дейді. Неге? Себебі сол намаздың ішінде оқып жатқан дұғалардың мәнісін біз не істемейміз, үңілмейміз. Не айтып жатыр өзіміз? Арабшасын айтып жаттаған шығармыз. Бірақ сол арабшасынан қазақшасында не айтылып жатыр оның? Өйткені ол барлығын сіздің намазда Алладан қорқу менен тұруға септігін тигізеді. Сол мағынасын түсініп оқып жатсаңыз. Түсінікті ғой? Сол себепті міне осы жерде бірінші шарты қандай екен? Қонақ шақырылған кезде сол қонақтың дастарханы шақырылған жерде тыйым салынған заттардың болмауы керек. Жаңағы ішімдіктер сияқты сондай заттар болмауы керек. Шақырудың шақырылған адамның тікелей сөзіне қатысты болуы керек. Мысалы, сіздің есіміңіз қалай? Самат, сізді осындай жерге шақырам деп айтқан болу керек. Түсінікті ғой? Кейде бізде болады, бір жаман әдет болады. Бізді шақырады, мысалы, қасымызда болған кісілерді істеп барамыз, ертіп алып барамыз. Болады ондай нәрсе. Қорықпа, ренжімейді деп. Бұл жерде де негізі қауіп бар. Өйткені ол не болады? Шақырылмаған қонақ болады енді. Ана үйдің иесі ол кісіні қалай қабылдайды, біз білмейміз. Жақсы қабылдаса жақсы. Егер ренжіп қабылдаса, жағдай қиын. Түсінікті ғой? Осы нәрсеге де не істеу керек? Көңіл бөлу керек. Жүр кеттік, бара берейік деп ала кете салу, бара салу олай болу дұрыс емес ол. Өйткені олар не істеуі мүмкін? Белгілі бір топқа дастархан жайған болуы мүмкін, басқа қылған болуы мүмкін. Түсінікті ғой? Осы нәрселердің бәрін не істеу керек? Ескерген болу керек. Сол сияқты кейде кісілер болады, қысылғанда не істейді? Осылай көп адам отырады ғой. Барлығыңызды шақырамыз дейді, жай айтады осылай. Барлығыңызды шақырамыз дейді. Сол кезде осы барлығымызды шақырамыз деген сөзді естіген болсақ, сол отырғандардың ішіндегі кейбір ғана барса жеткілікті. Жаппай бәріміз сол жаққа барып, ертең оны ыңғайсыздыққа қалдырып қоймауымыз керек. Түсінікті ғой? Осы сияқты нәрселерді де ойларыңыздан, естеріңізден шығармаңыздар.
Бұл не қонақ шақыруға байланысты, шақыруға байланысты әдептер. Енді төртінші нәрсе, жаңа айттық біз түш көрсе жақсылық тілеу, иә. Ол қандай? Жаңағы альхамдулилля, ярхамукуллах, сол секілді яхдикумуллаху ва юслих балакум деген секілді дұғалар. Міне осы дұғаларды айтып отырса, бұл да не нұр үстіне нұр, үлкен сауапты істер. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оқиға болған, бір кісі түш көрген ғой. Түш көрген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған дұға еткен. Ана кісі қайтадан түш көрген. Сосын айтқан, бұл түш көру сізге салқын тиген деп айтқан. Яғни кейде ана түш көру негізі салқын тигеннен болмайды. Дұға ететін түш көру бар ғой. Ол кәдімгі, ол кәдімгі рефлекс. Не істейтін, жаңағы адам денсаулығы сау болып тұрса да, түш көретін сондай бір рефлекс. Сол кезде дұға етіледі. Кейде адамдар не істейді, насморк, неше түрлі грипп, тағы басқа, соған байланысты не істей беруі мүмкін, түш көре беруі мүмкін. Сол үшін пайғамбарымыздың бір хадисі бар. Сәммит ахака сәләсән дейді. Егер бауырың осылай 3 рет түш көрсе, әрқайсысында солай не істе, дұға ет дейді. Төртіншісінде түш көрсе, демек оған салқын тиген дейді. Түсіндіңіз ғой? Яғни демек ол түш көру уже неден болып тұр? Салқын тиюінің байланысты болып тұрғандығын айтып отыр. Осыған да мән беру керек. Бесінші нәрсе, дүниеде өтсе жаназасына қатысу, иә. Құранда Алла тағала айтады: "Астағфируллах, күллу нафсин заиқатул маут, сумма илайна туржаун." Яғни барлық жан иесі өлімнің дәмін татады, ертең бәріміз не істейміз? Аллаға қайтарыламыз. Ол әрқайсымыздың басымызға келетін нәрсе. Сол себепті демек қазір біз өзіміз тірі кезде біреудің жаназасына барып жүрген болсақ, ертең біз қайтыс болсақ, біздің де жаназамызға дәл осылай істейді адамдар келеді. Себебі адамдардың біздің жаназамызға қатысуында не бар? Хайыр бар, пайда бар, жақсылық бар. Бір риуаятта келеді 40 адам қатысса деп, бір риуаятта келеді 100 адам қатысса, одан көп болса тіпті жақсы. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам несі бар? Бір хадисі бар. Сол қайтыс болған адамның жаназасына қатысса бір адам. Яғни біреудің жаназасына қатысуыменен пайда тек қана жаңа қайтқан адамға ғана емес, барған адамға да сауап болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сол адамға не дейді? Қират дейді. Бір риуаятта. Қират деген таудай. Бір риуаятта кәдімгі сол таудың атын айтады. Ухуд тауындай деп айтады. Ухуд тауын қажылыққа барған кісілер біледі. Өзі Мәдина қаласында бір-ақ тау бар өзі. Мекке қаласының жан-жағы толған тау болса, Мәдина қаласында тек қана бір-ақ тау бар. Ұзыннан ұзақ үлкен Ухуд деген тау бар. Сол тауды көрсеңіз, ойлаңыз, жаназаға қатыссаң, сондай таудай сауап беріледі. Анау тау масқара үлкен, ұзын, әпейдік. Егер жерлеуіне барып қатыссаң, 2 Ухуд деген. Жерлеуіне қатыссаң, екінші дәл сондай сауап беріледі. Енді ойлаңыз, жай сол нәрселерді істеу арқылы сіз не істейсіз? Осындай сауаптарға кенеле бересіз. Ертең осы сауаптарға біз не істеуіміз мүмкін? Мұқтаж болуымыз мүмкін. Сол кезде, қазір айтады ғой ғұламалар, қабірге барсаң деп, қабірде жатқан кісілердің барлығы не? Өкініп жатқан адамдар. Қабірде жатқан адамдардың көбісі не? Өкініп жатқан адамдар. Неге бүйтпедім, неге сөйтпедім, неге ананы істеп тастамадым, мынаны неге бүйтіп ұстамадым, мынаны бүйткенде ғой, сөйткенде ғой деген секілді әрқайсының сондай өкініші бар. Бірақ Құдайға шүкір, бізде әлі не бар? Кеудемізде жанымыз бар. Сол себепті сол өкінішті, былайша айтқан кезде өртеудің, сол өкінішті кетірудің жолдары бізде мүмкіндігі бар. Сол себепті ол мүмкіндік бар кезде соған істеу керек, ойлануымыз керек. Мән шахидал жаназата хатта юсалли алейха фалаху қираат дейді. Міне осыны айтып отыр. Кімде кім жаназаны байқап қалса, соған барып намазына қатысса дейді, оған қират, бір қират сауап беріледі дейді. Егер уәмән шахида хатта дуфна тудфана фалаху қиратан дейді. Егер тіпті жерлеуіне қатысатын болса, зиратына барып көмісуге, соған қатысатын болса, ол кезде 2 қират дейді. Сол кезде пайғамбарымыздан сұраған, қират деген не деп? Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан, 2 таудай сауап деп айтқан. Ең соңғы насихат ол не? Жаңа айттық, бір кісі кеңес сұраса, соған не беру? Кеңес беру. Иза истансахака ахадукум ахаху фальянсах лаху дейді.
яғни сенен егер жаңағындай кеңес сұраса, оған кеңес беру. Осы хадиске байланысты имам Бухариде келген, имам Муслим айтады, егер сенен біреу насихат, дұрыс бағыт бағдар беруді сұраса дейді, оған насихат етіп турасын кесіп айт дейді. Жағымпазданба, алдама, және де насихат айтуға сараң болма дейді. Көрдіңіз бе? Яғни осы нәрсеге де мән беруіміз керек. Сол себепті Алла Тағала баршамыздың да дұрыс осындай бір-бірімізге қатысты міндеттерімізді дұрыс атқарған момын мұсылмандардың қатарынан болуымызды Аллах нәсіп қылсын. Ең соңғы аятта Алла Тағала айтады: "Фабима рахматин миналлах линта лахум ва лау кунта фаззан гализал қалби лам фадду мин хаулик фаъфу анхум вастағфир лахум ва шавирхум фил амр." Осы жерде бұл аят бәрімізге қатысты айтылған нәрсе. Негізі пайғамбарымызға қарата айтылып отыр, бірақ пайғамбарымызға айтылған нәрсе бізге де қатысты. Не деп отыр? Алланың рахметіменен дейді, Алланың мейіріміменен дейді, сен оларға өте сондай жұмсақ болдың деп отыр. Кімге айтып отыр? Пайғамбарымызға айтып отыр. Кімге қатысты? Өзінің сахабаларына қатысты айтып отыр, басқа момын мұсылмандарға. Сен оларға не жұмсақ болдың дейді. Бірақ сенің жұмсақ болуың кімнің арқасында? Алланың арқасында. Яғни Алла Тағаланың солай жасауыменен сен солай жұмсақ болдың деп отыр. Ал егер сен қатыгез болғанда дейді, дөрекі болғаныңда дейді, онда жаңағы момын мұсылмандар сенің жаныңа не істемес еді? Жиналмас еді дейді. Керісінше сенен жаңағындай жырақтап, қашып, сөйтіп жүретін еді дейді. Сол үшін осы нәрсеге біздер де момын мұсылмандар мән беруіміз керек. Яғни бізге де өзара бір-бірімізге дөрекі болуға болмайды. Менің мінезім сондай, мен қатыгезбін, мен жігітпін, мен ермін, анаумын, мынаумын деген секілді болмайтын әңгімелерді айтып, жүрек қатыгездік танытып, бұндай әрекеттерге баруға болмайды. Түсінікті ғой? Өйткені пайғамбар ер адамның ең ердің ері ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бірақ ол сондай жұмсақ болды, адамдарға сондай мейірімді болды, адамдарға сондай кешірімді болды, рахымды болды. Міне соны айтып отыр. Сосын не дейді? Олар үшін не істе? Кешірімді бол деп жатыр да. Кейде болады ғой, оларды пайғамбарымызды ренжітеді ғой. Солай ғой, біз де бір-бірімізді не істейміз? Кейде ренжітіп қоямыз ғой. Міне сондай кезде кешірімді бол дейді. Осындай кезде кешірімді бол дейді. Сол үшін не? Оларға кешірімді бол, және олар үшін кешірім сұра дейді Алла Тағаладан. Яғни біз бір-бірімізді не істеуіміз керек? Бір-біріміз үшін кешірім сұрауымыз керек. Я Раббым, Алла, мынау бауырымды кешір. Күнәлары болған болса, соны жарылқа, бір мұқтаждықтар болса, соны бер деген сияқты бір-бірімізге осындай жақсы дұғада әрдайым болып тұруымыз керек. Соны айтып отыр. Сол себепті Алла Тағала баршамызды осы момын мұсылманның бір-біріне жасау керек болған осы міндеттерді, хаққыларымызды жасап жүруімізді Алла Тағала нәсіп қылсын.